Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тіл сабағына қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз сөйлеу неден тұратынын білетін боласыңдар. Сөйлеу түрлерін ажырата алатын боласыңдар. Ең алдымен сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Мұқият тыңдаймыз. Үнемі ауызда бұл тыңдайды, бірақ жұтылмайды. Ойланамыз, жауабы не екені? Тамаша жауабы тіл болды. Жарайсыңдар, балалар. Адамдар не арқылы сөйлеседі? Әрине, тіл арқылы сөйлеседі. Ал ана тіліміз қай тіл? Дұрыс айтасың. Ана тіліміз қазақ тілі. Балалар, сөйлеу не үшін қажет? Дұрыс, балалар. Сөйлеу арқылы адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасайды. Сөйлеу арқылы біз өз ойымызды жеткіземіз. Сонымен қатар сұрақтарға жауап береміз. Өзгелердің ойымен бөлісеміз. Жарайсыңдар, балалар. Сөйлеудің екі түрі бар екен. Ауыз екі сөйлеу және жазбаша сөйлеу. Балалар, ауыз екі сөйлеу дегенді қалай түсінесіңдер? Ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Ауызша сөйлеу арқылы қарым-қатынас жасау. Ал жазбаша сөйлеу деген не екен? Тамаша. Жазбаша сөйлеу арқылы да біз өз ойымызды жеткіземіз, өзгенің ойын білеміз және бір-бірімізбен қарым-қатынас жасайды екенбіз. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Ал енді мына суреттерге назар аударайық. Осы суреттерді салыстырып көрейік. Бұл жерде сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Дұрыс. Бірінші суретте ауыз екі сөйлеу, ал екінші суретте жазбаша сөйлеу жүзеге асады екен. Келесі тапсырмаға мұқият қараймыз. Ақын ағамыздың Қадыр Мырза Әлидің ана тілі өлеңін мәнерлеп түсініп оқуға берілген. Менімен оқуға дайынсыңдар ма? Ендеше бастайық. Ана тілін біліп қой, еркіндігін, теңдігін. Ана тілін біліп қой, мақтанышын, елдігін. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Балалар, бұл өлеңде не туралы айтылған? Әрине, ана тілі туралы айтылған. Ал біздің ана тіліміз қай тіл? Тамаша. Дұрыс айтасыңдар. Әрине, қазақ тілі. Әр ұлттың өзінің ана тілінде сөйлейтінін сендер жақсы білесіңдер. Ана тілімізді, қазақ тілін құрметтеп, еркін, әрі таза сөйлеп үйренуіміз керек. Мұқият қарайықшы екінші шумақтың соңғы сөйлеміне. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп. Неге олай айтылған деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар. Қанша тіл білсең де, өзіңнің ана тіліңді ұмытпау керек. Өз ана тіліңді құрметтеу керек. Себебі тіл сенің ойыңды дамытады, басқа ұлт өкілімен қарым-қатынас жасауға көмектеседі екен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға мұқият қараймыз. Балалар, мұғалім мен оқушы қандай қарым-қатынас жасауда? Дұрыс, олар бір-біріне сұрақ қойып, жауап беріп, әңгімелесуде. Бұл жерде сөйлеудің қандай түрін қолданып тұр?
Дұрыс айтасыңдар. Сөйлеудің ауыз екі және жазбаша түрлерін қолданып тұр екен. Тамаша. Келесі суретке қараймыз. Кішкентай бала әлі сөйлей алмайды. Сондықтан олар қалай түсіндіреді екен? Дұрыс айтасыңдар. Балалар, олар қимыл, ишара қарым-қатынасқа түседі екен. Жарайсыздар. Қанекей, балалар, осыдан қандай қорытынды шығаруға болады екен? Сөйлеу, сұрақ, жауап, әңгімелесуден тұрады. Ым мен қимыл да түсінісу құралы. Тамаша балалар. Келесі суретке қарайық. Ал жан-жануарлар сөйлей ала ма? Жоқ, әрине, олар тек дыбыс шығарады. Жарайсыздар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Екі бағанды сәйкестендір. Бірінші бағандағы сөйлемдерді екінші бағандағы керекті сөздермен сәйкестендіреміз. Тапсырманы бастаймыз. Енді тапсырманы тексерейік. Адамға ғана тән құбылыс сөйлеу. Жарайсыздар. Жан-жануар сөйлей алмайды. Керемет. Жарадың балақай. Олар тек дыбыс шығарады. Жарайсыздар балалар. Оны орындап шықтыңыздар. Бүгінгі сабақта не үйрендім? Бүгінгі сабақта сөйлеудің түрлерін, сөйлеу неден тұратынын және дұрыс сөйлеуді үйрендім. Сөйлеу түрлерін ажырата алатын болдым. Сөйлеу құралы тіл екенін білдім. Көпшілік ортада сөйлеуді үйрендім. Сонымен қатар қарым-қатынас жасауға үйрендім. Балалар, үйге тапсырма. 6-шы бет, 4-шы жаттығу. Бүгінгі қазақ тіл сабағы аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.